Сәкен Майғазиевтің қызды болғаны әншінің отбасын ғана емес, бүкіл қазақты қуантқан еді. Себебі Майғазиевтер отбасының бұл күнді көп күткенін өнерсүйер қауым жақсы білетін. Раяна деп есімін қойған әнші қызын бөгде көздерден қатты қорғады. Тамыз айында дүниеге келген қызын тура 1 жыл бойы ешкімге көрсетпеген, ғаламторға суретінде салмаған әке өткен аптада Раянаны бүкіл қазаққа таныстырып үлкен той берді. Музарттың белді мүшесі Сәкеннің қуанышына көпке сыйлы ел ағалары мен апалары бар, атағы жер жарған танымал тұлғалары бар, жасы, кәрісі бар. Барлығы көптен күткен Раянаны көріп, көрімдігін беру үшін асыға келді. Жолдасымыз екеуміз бүгінгі кештің ең бірінші қонағымыз. Раяна дүниеге келген кезде бәріміз қуанғанбыз. Өйткені Сәкеннің асыға күткен, сағына жеткен қыздарының бірі екенін білеміз. Ал тойға жиналған 500 адамның бірде-біріне арнайы шақыру қағазы берілмесе де, қуанышымнан қалмай келгені мен үшін бақыт дейді той иесі. 500 адамдай шақырылды. Барлық өнер майталмандарының барлығын дерлік звондадым, қоңырау шалдым, шақырдым. Ешқайсысы неге шақыру қағаз бермедің деген жоқ. Барлығы келіп, қаумалап, жанымнан табылып, тілектерін, ақпатыларын жаудырып жатыр. Тойды Асаба Нұрлыбек Ерғалиев басқарды. Үлкендерден баталып болған соң Асаба тойдың басты себепкері Раяна Сәкен қызын ортаға шақырды. Отырып, ханшайымдай кірген Раяна үшін 500 адамның бір мезетте оған шапыла құрып, сүйсіне қарауы әлі таңсықтау болса керек, әкесінің ерке қызы жылап жіберді. Залға кіріп келе жатқан кезде бақырып жылап келе жатыр. Соған қарағанда ойлаймын, енді мен өнерден құралақан болмайды деп. Ал Раянаның тұсауын Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова кесті. Бұл күнге жеткенде бар, жетпегенде бар дейді, көптен күткен қыз баласы. Қазір енді мінекей сол алып келген алашымды байлайын. Артынша сыйлықтар берілді, ән айтылды, тілектер легі жауды. Тыныштық берсін, еліміз, жеріміз аман болсын. Енді біздің жастарымыз мына қазақтың санын көбейтуге шынында да ойлану керек. Сәкен, осыменен тоқталып қалмай, тағы да бір-екеуін дегендей. Ал Раянаны бірінші рет көрген Сәкеннің әріптестері қызды бір әкесіне, бір анасына ұқсатып бақты. Әлеуметтік желілерге салады, бірақ бетін көрсетпейді Сәкен. Бүгін бірінші рет көріп тұрмын, өте қуаныштымын. Сәкеннің аузынан түсіп қалғандай. Раяна мамасына ұқсайды екен. Мен Сәкен ренжімесін. Раяна папасы, әкесінен аузымайды. Анасына ұқсайтын секілді болып тұрды бізге. Раянаны Сәкеннің мамасына ұқсаттым. Ал осы сәтте Роза Рымбаева әндерін арнап, артынша Мақпал Жүнісова тойды қыздырып халықтың ықыласына бөленіп жатты. Роза мен Мақпалдан бөлек тойға әншінің алдыңғы толқын әріптестерінен Алтынбек Қоразбаев, Исраил Сапарбай, Бақтияр Тайлақбаев, Дос Мұқасан тобы, Жеңіс Сейдолла, Асылбек Боранбаев, Баян Есентаева, Құдайберген Бекіш, Лидия Кәден және өзге де көптеген өнер майталмандары келген еді. Солардың арасында тек бірең сараңғы ғана арнайы сыйлық алыпты, ал қалғандарының барлығы конверт. Ең дұрыс сыйлық сол ақшалай сыйлық қой деймін. Сыйлық ең ыңғайлы сыйлық ол ақшалай сыйлық қой. Өнер адамдары да қарапайым адамдар сияқты ғой. Өзінің тойға не әкеледі, оның тойына соны апарасын деген сияқты ғой. Я купила очень красивое платье для маленькой девочки. Специально пошла в магазин свой любимый, своих любимых платьев, потому что у меня у самой дочери, я знаю, где что продается. Ақшалай ғой енді. Ал бұл сұлу келіншек еліміздегі ең қымбат асаба Тұрсынбек Қабатовтың жары Мөлдір. Күйеуінің рұқсатынсыз ешқайда бармайтын келіншек бүгін тойға арнайы Астанадан бірақ жұбайынсыз келіпті. Мен негізі жұбайынсыз тойға бара қоймайтын. Осы жолы енді Сәкендаға өзі хабарласып, осылай тойды қуанышты бірге бөлісейік дегеннен кейін ол Тұрсынбектің шешімі болды. Қош келдіңіздер, бір шапалақ қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Той құтты болсын.
Ал Тұрсынбек мырзаның өзі той басқаруға кетті ме, әлде театр шаруасымен шапқылап жүрме, әйтеуір Сәкеннің тойына келе алмады. Қазақстандағы ставкасы ең жоғары асаба саналатын Тұрсынбектің келіншегі Мөлдір одан басқа той басқаратын азаматтарды мойындамайтын болып шықты. Мен Тұрсынбектен басқа ешкім мойындай алмаймын. Сөздің ашығы ренжімесін, басқа асабалар. Қазақтың тойға, қуанышқа деп жайған ақ дастарханы Мойындай алмаймын. Тұрсынбек жүргізген той, мен ондай жаңағы мақтанғаным не емес. Сөздің ашығы Тұрсынбек сияқты жүргізе алмайды. Осылай деп ағынан жарылған Мөлдір жұбайына деген махаббатын тағы бір сездіріп қалды. Бірақ десе де Майғазиевтер отбасы жасаған той жоғары деңгейде өткен сияқты. Оны тойға келген халықтың ішімдіксіз ақ билеп, көңіл көтеріп, түнге дейін тарқаспағанынан түсіндік. Тойшыл қауым ендігі кезекте Раянаның ұзату тойының куәгері болуға жеткізсін деп тарқасты.